мақсатында ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. 4К-даңыз туралы біз дәрістерде айтқанбыз. Қазір соны тағы бір пысықтап келеді. 4К-ға креативность, коммуникация, критическое мышление и коллаборация дейді осы тілінде. Қазақ тілінде критическое мышление сыни тұрғыдан ойлау, коллаборация сотрудничество немесе ынтымақтастық, креативность шығармашылық тұрғыдан келу және коммуникация қарым-қатынас. Осы 4К дағдысын қалыптастыру мақсатында қазір Қазақстанның су қорлары атты үлкен модуль бойынша келесі сабақта әсел үлгісін көрсетеді. Сіздерге 8-ші сынып бойынша қазақ тілі әдебиеті оқулығы. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге жүректен жүрекке дейді ғой, сол бір ауыз жылы сөздерімді айтып, ары қарай сабағымды жалғастырайын деп едім. Мен сізге бұл жүрегімді беремін. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін деген тілектемін. Сіз ары қарай беріп жүрсеңіз. Мен сізге осы жүрегімді беремін. Бүгінгі күніңіз өте жақсылықтарға толы болсын. Әдемі. Бүгінгі күніңіз машықтарға толы болсын. Бүгінгі күніңіз үлкен істерді толы болсын. Бүгінгі күніңіз өтімді болсын. Қаттырақ айтамыз, жақсы. Күніңіз естелікке толы болсын. Әдемі. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Бүгінгі күніңіз берекелі болсын. Әдемі. Бүгінгі күніңіз жағымды жаңалықтарға толы болсын, е? Әдемі. бүгінгі күніңіз берекелі болсын. Бүгінгі күніңіз қуанышқа толы болсын. Қуанышқа толы болсын. Бүгінгі күніңіз ғана емес, алдағы уақытта жақсы көңіл күймен қарсы алып, шырайланып жүріңіз. Рахмет. Әр күнің берекеге және де шаттыққа толы болсын. Әдемі. Бүгінгі күніңіз тек қуанышқа жақсы сәттерге толы болсын. Рахмет olsun. Ары қарай сабағымызды жалғастыратын болсақ, бүгінгі біздің сабағымыз Қазақстанның су қорлары. Ең алдымен өзімізде білетіндей, негізгі сусыз біздің өміріміз жоқ. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Су жер бетіндегі таңғажайып бір жаратылыс болып табылады. Сусыз өмірімізді елестетудің өзі де қорқынышты болып табылады. Және де су тіршілік көзі, сусыз тіршілік ететін ағза кездеспейді. Тіршілік құбылыстарының бәрі судың қатысуымен жүреді. Су табиғаттағы ең көп тараған зат. Жер бетінің 3/2 бөлігін су қабаты алып жатыр. Қалған 3/1 бөлігі ғана құрлық болып Сонда саналады. білімдерден өздерінде жасырылады, бұның барлығы. Енді осы біздің тақырыбымыз бойынша күшейтпелі үстеулер Оқулықта берілген тақырып осы Қазақстан су қорларымен бірге. Қазіргі қазақ тіліндегі күшейткіш үстеулер заттың сындық қасиетін, қимыл, іс-әрекеттің белгі, сапасын, мөлшер, көлемін күшейтіп не солғындатып көрсету үшін қолданылады. Олар ең, тым, өте, аса, орасан, нағыз, әбден, дәл сияқты және тағы да басқа. Енді біздің негізгі су қорлары бір табиғи ресурстардың бірі болып табылады. Сол табиғи ресурстардың негізгілерін атап өтетін болсақ, ол студенттерді атадыңыз. ең алдымен осыны атап өтсеңіздер, кәне сіз Табиғи ресурстарға ауа жатыр ең алдымен. Ауа. тағы да сіз айтып жіберсеңіз. Жер Класстерді көрсетіп тұр, Пайдаланған топырақ, жасалған дүниесі. жақсы. Табиғи ресурстар, е? Ал енді су қорларының негізгісі ішуге жарамды су және тұрмыстық азық-түлік болып табылады. Ал енді келесісін атап жіберсеңіздер. Теплоэнергостанциялар мен жылу энергостанциялар, е? Су энергостанциялары қысқартылып берілген сөздер. Жақсы. Қазақстанның осы жер үсті суларының ресурсы болып табылады. 100,5 километр куб шаршы куб метрді алып отыр. Соның ішінде небәрі 56,5 километр республика аумағында екен. Оның мысалы мына жерде міне мына картадан көрсеңіздер болады. Бұл жерде біздің Ресей Федерациясы және де Қытай Халық Республикасы, Орта Азия мемлекеттерімен шектесіп келіп құралар екен. Ары қарай. Қазақстан Республикасының су қоры. Кәне сіз бастап оқып жіберсеңіз. Жалпы Қазақстан
Қазақстанның жер бетіндегі су қорлары орташа сулығымен 100,5 км кубты құрайды. Оның 56,5 км куб республиканың аумағында қалыптасады. Қалған 44,0 км куб су көршілес мемлекеттерден ғана түседі. Қытайдан 18,9, Өзбекстаннан 14,6, Қырғызстаннан 3,0 және Ресейден 7,5 км кубты көрсетеді. Жақсы, бұл бар мәліметтер. Бұл бар мәліметтер. Жақсы, кітаптың бар, оқулықта бар бұның барлығы. Ары қарай. Бұл жерде өзен ағынының көлемі бойынша Қазақстан планетаның сумен неғұрлым аз қамтылған елдердің қатарына жатады екен. Біздің кішкене қажетті су тұтыну көлемі 54,5 км кубты құрайды екен. Бұл ақпараттың жалпы ақпараттар. Әкстәсін жүргізіп, жалпы ақпараттың барлығын студенттер жақсы біледі. Мына бірінші тапсырма, бұл жерде осы QR код арқылы сайтты ашып, осы кроссвордты шешсеңіздер. Бұл WordWall тапсырмасы арқылы орындалған. Екінші тапсырма бойынша тәттіні жеу арқылы сұраққа жауап бер деген. Міне мысалы осылай берейін. Осының ішінен бетіндегі сұрақтарын алып, соған күшейтпелі үстеулермен тіркестіріп, соған сөйлем құрап жіберсеңіздер. Осы сөздер бар: үлкен, зор, кең, мол, бай, түсінді, маман, жүйрік деген сөздер жазылған. Сол сөздерге жаңа айтып өткендей күшейтпелі үстеуді жазған, соған сөйлем құрап сөйлем айтып жүрсеңіздер. Күшейтпелі үстеулер қалай жасалатынын білесіздер ғой, қыздар? Жақсы, жауап беріңіз. Өте үлкен сауда орталығы. Сөйлем ретінде. Алматыда өте үлкен сауда орталығы бар десе сөйлем жасалады. 6 сыныптың деңгейіндегі сөйлем болады. Жақсы, қарай. Біздің мектебімізде тым кең кабинет бар. Тым кең? Тым кең кабинет, е? Өте кең кабинет деп айтатын еді, өте кең дәрісхана деген. Тағы да, Назарке кімде бар тағы да? Мысалдарыңыз қай? Адамзат өмірінде судың маңызы өте зор. Адамзат өмірінде судың маңызы өте зор. Тақырыпқа сәйкес, жақсы. Маған берілген ол, биыл біз елінен мол өнім алдық. Мол өнім алдық, тамаша. Кімде бар? Қыздар? Қазақстан балаға өте бар. Әрине, тамаша. Астана ағаның тұлпары өте жүйрік. Тұлпары өте жүйрік. Біздің білім алып жатқан университетімізде ең білікті мамандар жұмыс істейді. Әдемі сөйлеп, жақсы. Жақсы. Ары қарай. Жалғастыра беріңіз. Қазіргі заманда осы судың ластануына келетін болсақ, осы ластануды тоқтату мақсатында 2003 жылы осындай су кодексі деген біздің неміз құрылды, кодекс құрылды. Сол кодекс бойынша Қазақстан Республикасының су қорын пайдалану мен қорғаудың тиімділігін арттыруға байланысты бағытталған екен. Және де енді соңғы сіздерден сабағымның соңғы осы немен аяқтап кетсем деп дұрыс деп санадым. Ресурстарды тиімді пайдаланудың мақсаты табиғаттың алуан түрлілігін сақтай отырып, халықты қажеттіліктермен қамтамасыз ету деп санадым. Және де халықты Қате кеткен ана жерде. Жақсы. Және де бүгінгі сабақтың сіздерге өту барысын ағашқа көбелек ретінде осы өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып берсеңіздер. Жақсы. Ресурстарды тиімді пайдаланудың мақсаты бар. Бұл жерде күшейтпелі үстеулері бар. Қазақстанда саяси әкімшілік картасы тұр. Енді мынау неге осы ағашқа кері байланыс ретінде. Жақсы. Жылдамдата қойыңыздар. Не ұнады, қандай нәрсеге қол жеткізді, қандай дағды қалыптасты, сыни тұрғыдан ойлау дағдысы қалыптасты ма? Әсіресе су ресурстарына байланысты. Жаңа постер жасадыңыздар, кластер жұмысы жүрді. Сол жерде қандай дағды қалыптасты? Шығармашылық тұрғыдан келді, креативтік дағды қалыптасты деген сияқты.
toplu жұмыс жасаватсыздар, ол ынтымақтастық жұмысы, коллаборация дағдысы қалыптасты. Шында бір апар бір жерден болыңыздар, сонымен сабақтың осы бір элементін қорытындылаймыз да, содан соң талдаймыз сабақты. Ұтымды тұстары қай жер, кемшін тұстары қандай болды деген сияқты. Сол арқылы біз студенттерімізді мектепте жақсы маман етіп дайындап жібереміз. Жақсы. Пікірлерін қалыптастыра берсін, сосын сол пікірлерді жинамау арқылы әсем бізде қажетті өзіне шешім шығарады, қорытынды нәтижеге қол жеткізеді деп есептейміз. Рахмет, сабақ өз мәресіне жетті. Рахмет, сабақ аяқталды. Осыменен келесі сабақта тағы да кездесеміз. Аман болыңдар.